Ашуға салынып, агрессиямен айтқым келіп тұрған жоқ. Перизат Байқошқарова ханым, сіз бізді емдеген жоқсыз. Сіз біздің операцияда болған жоқсыз. Бірақ сіз кабинетте әшейін докторлар отырған кезде айтатын әңгімені бүкіл әлеуметтік желіге бұрқ еткізіп айта салдыңыз. Сол сіздің үлкен қателігіңіз болды. Себебі халықтың бәрі доктор емес. Еще сіз айтқансыз, Елдос сияқты ұрық жоқ бедеу жігіттер бізге көп келеді. Это күнделікті жасалатын операция. Біріншіден, операция жасалмай бедеу деген диагноз қойылмайды. Как доктор сіз оны біліп тұрсыз. Врачебная тайна, медицинская этика деген нәрсе неге жоқ. И вообще мен ол клиникада тегін емделген жоқпын. Ел қатарлы ақшасын төледім, рекламаға деп келіскен жоқпын. Мен от души жасадым. Білесіз ба, от души жасадым. Себебі біз сияқты қанша семья бар. Солар міне біз танитын бағанағы мықты деген врачтарымызға барсыншы, емделсінші, тексерілсінші, может оларда да болып қалама деген сондай оймен жарнамасын жасап, негізі сіз біздің доктор емессіз, бірақ каким-то образом сіз біз туралы айтып жатсыз. Айтатын болсаңыз, басынан аяғына дейін түсіндіруіңіз керек еді. Елдосқа операция жасатқан жерлерінде бесплодие деген диагноз қойған, бірақ біз өзіміздің аппаратпен, мықты докторлармен операция жасаған кезде, оказывается, ол бесплодие емес екені шықты, ұрық табылды, яғни ұрық жүру жолдары қысылған, соның салдарынан шықпаған деген сияқты толыққанды бір ел түсінетін ақпарат айтуыңыз керек. Сіз тұрғансызда Елдоста ұрық жоқ, және сол сияқты жігіттер күнделікті келеді дейсіз, бірақ оны халық қалай түсінеді? Сіздің тура сол айтқан жеріңізді ғана кесіп алғанда бүкіл әлеуметтік жерге таратып жіберген. Просто сіз білікті маман ретінде, мықты врач ретінде, профессионал ретінде бұндай информацияны дұрыс бас аяғы барғып айтуыңыз керек еді. Және де 8 жыл бұрын, немесе 7 жыл бұрын біз Таңшолпан екеуміз сіздің алдыңызға барғанда, біздің анализді алмай жатып, біз сізге диагнозды айтқан кезде, сіз бізге бала асырап алыңдар, пайда жоқ деп шығарып салғансыз. Содан кейін ең мықты деген Байқошқаровалар бізге пайда жоқ емделгеннен деп айтқаннан кейін біз шетелге бардық. Шетелдің бәрін аралап жүріп айналып келгенде қайттан сіздерге келдік. Себебі сіздерде мықты аппаратпен мықты врачтар бар деген соң келіп бір көрейікші дедік, көрдік, результатын берді. Қазір енді ойбай, Елдоста ұрық жоқ екен, онда қалай қатыны екі қабат болып жүр деп бүкіл ел шулап жатыр. Менің қазір әйелім жылап отыр. Нерв, стресс, депрессия, ол үші екі қабат баланың денсаулығына әсер етеді. Сіздер ондаймен айналысасыздар ғой, сіздер оның бәрін білесіздер ғой. Біз не істейміз енді? Қайға барамыз енді? Мен қалай жұбатам? Елдос Қалауов пен Танчоның жүкті болғанын айтып елдің бәрі тілеулес болып жатыр, құттықтаулар келіп жатыр бізге. Біздің Экомед клиникасының ұжымына рахметін айтып жатыр. Бұның бірден бір бұндай баласы жұптарға бала сыйлап, ажырасайын деп жатқан отбасыларды сақтап қалып жатқан бірден бір еңбек, ол Салтанат Берденқызы Байқошқарова, менің әпкем, соның арқасында деп біліңіздер. Себебі осыдан 30 жыл бұрын Қазақстанға эконы енгізген, және тура осындай микроскоп, жаңағыдай ер адамның бедеулігі кезінде ұрығы өздігінен шықпайтын, ұрығы жоқ кезде сол ұрықты табатын сондай заманауи микроскопты алып келген Қазақстанға. Басқа клиникаларда бұндай микроскоп жоқ, тек қана біздің клиникада бар. Ол Астана клиникасы, Алматы клиникасында және Шымкентте клиникаларда тұр. Астанада 2 клиника бар. Сонда бұндай микроскоп біздің Экомед ұжымында бар. Бұны аппаратты, оборудованиені іздеп, тауып, соныменен жаңағы дамытып, ғылымды өркендетіп жатқан бұл дүниенің, Экомедтің артында тұрған Салтанат Берденқызы Байқошқарова. Соны біле жүріңіздер. Бұндай күнделікті бізде бұл бірінші случай емес қой. Елдос Қалауов сияқты жаңағы ұрығы жоқ ер адамдар көп бізде. 100 адам келетін болса, баласыз отбасы соның 50-інде әйелде проблема болса, 50-інде ер адамның бедеулігі. Сондықтан бұл күнделікті жасалып жатқан операция, күнделікті экодан жүкті болыпты дегенде осындай жиі кездесетін мәселе.